Саламатсызбы достар. Қыс мезгіліне осындай әдемі салат жапқыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге ең негізгі өнімдерді дайындап аламыз. Көріп отырғандарыңыздай негізгі өнімдердің бірі бұл жерде тәтті бұрыш, яғни болгар бұрышы деп те айтамыз. Көріп отырғандарыңыздай мен алдын ала тазалап алдым, ішкі дәндерін алып. Дәндерін алғаннан кейін де мұздай суға іші сыртын тағы бір рет жақсылап жуып аламыз. Жууымыздың мақсаты бұл жерде ішінде дән қалмау керек. Егер де дән қалған жағдайда салатқа, яғни дән кетсе ашып кету ықтималдылығы жоғары болады. Сондықтан дәндерін алып тастау үшін мұздай суға жууға кеңес беремін. Енді көріп отырғандарыңыздай тазаланған тәтті бұрышты осылай таразыға салып өлшеп аламыз. Мысалға маған осы 6 келі қызылша салатын дайындау үшін 1 келі тәтті бұрыш қажет. Тазалап жуылған тәтті бұрышты осылай жақсылап ұзынша етіп турап аламыз. Яғни алдын ала барлығын дайындап алғанымыз дұрыс. Осылай тәтті бұрыш дайындап болғаннан кейін помидорымызды да жақсылап турап аламыз. Бұны да жуып тазалап қойғанмын. Енді осылай 1 келі помидорды жұқалап кесіп, оны ортасынан бөліп дайындап қоямыз. Дайындап болғаннан кейін қызып тұрған ыдысымызға, яғни қазан бола ма, кастрюль бола ма, қыздырып алып, оның үстіне шемешкі майын құямыз, яғни 6 келі. Неге салат үшін бізге 200 грамм май жеткілікті. Мен 200 грамм жуаны ашып, турап дайындап қойғанмын. Енді май қыза бастаған кезде сол жуамызды саламыз. Мына тұрған 6 келіге осы ащы бұрыш жеткілікті. Өте қатты ащы да болмайды, тұщы да болмайды, әдемі шығады. Осылай жуамызды салып, қызарғанша әбден қуырамыз. Қызара бастаған кезде дайындап қойған помидорымыздан бастап саламыз. Помидорымыздан бастап салуымыздың себебі уже жуа күйіңкіреп атқасын, бізге помидордың суы қажет. Бұлай артық су құймаймыз. Жақсылап осылай помидорды салып, оның бетіне тәтті бұрышты салып, жақсылап 5-10 минутқа қойып қоямыз. Осылай салдық, 5 минуттан кейін уже бізде помидордың қарасаңыздар, осылай суы шығып, қайнап жатыр, бүлкілдеп. Оның үстіне дайындап қойған қызылшамызды саламыз. Қызылшаны да тазалап, жақсылап теркіден өткізіп аламыз. Теркіден өткен қызылшаның барлығын осылай салып, араластырып аламыз. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Көріп отырғандарыңыздай.
40 минут 30 минутқа қоямыз. 30 минуттан кейін тұздарын, сарымсақтарын сала бастаймыз. Міне сарымсақ пен ащы бұрыш дайын. Енді көріп отырғандарыңыздай бетіне сарымсақ пен ащы бұрышты салып, тағы бір мәрте араластырамыз. Міне 6 келі не үшін 2 ас қасық шекер кәдімгі шайға салатын 2 ас қасық жарым жеткілікті. Сосын 6 келі салат шығу үшін әрбір келіге 1 аспириннен өлшеп саламыз. Ал аспирин салудың мақсаты, аспирин салынған салат мүлдем ашымайды. Холодильник болмаған, яғни холодильникке қоймаған жағдайда салат ашып кетпейді. Сол себепті банка атылып кетпейді. Сол себепті бұл салаттың құпиясы осы жерде. Дәміне қарай тұзын саласыздар және 2 ас қасық сірке суы дейміз, немесе уксус құямыз жақсылап. Енді осыны тағы бір 10 минутқа қойып қоямыз. Мана 30 минут, жалпы салатты дайындауға бір 40-50 минуттай уақыт кетеді. Осыны жақсылап араластырып тағы да бір 10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз босқа қарап отырмай банкамызды дайындай береміз. Яғни қайнатып, тазаланған банкамызды осылай жақсылап қайнатып, салат салуға дайындай бастаймыз. Он минутымыз өтті. 10 минуттан кейін тазаланған банкамызге салаттарымызды жайлап саламыз. Бұл жердегі салған кезде бірыңғай сұйық, бірыңғай қою кетіп қалмау керек. Сол жағында ескеріңіздер. Кей жағдайда болады, бір банкеге бірыңғай қою, бір банкеге сұйықтары кетіп қалады. Соны ескеріп салсаңыздар, басынан бастап қойған кезде өздеріңізге жақсы болады. Осылай салдық. Салғаннан кейін жайлап ысылай қақпағын жабамыз. Сыртын сүртіп ысылай қақпағын жапқан дұрыс. Жақсылап осылай араластырып, қою сұйығын араластырып салған дұрыс. Көріп отырсаңыздар, әдемі салат пайда болды бізде. Бұны былай да жеуге болады, я болмаса борщқа заправка ретінде пайдалансаңыздар болады. Магидің заправкасын 500 теңгеге сатып алғаннан гөрі осыны салсаңыздар, борщтарыңыз нағыз борщ болып шығады. Міне барлығын сұйығын барынша бірдей қылып құйып жатырмыз бетіне. Жегенде де енді дәмі өте ерекше болады, кисло-сладкий болады.
енді сыртын жақсылап тазалап осылай банкіге қақпақтарын жауып тастаймыз. Сол кезде кептетіліп аузы әдемі жабылады. Біз бір күнде 2 салат жаптық. Бұрандалы крышкаларды бұрап жаптық. Бұрандалы еместерді осылай өзінің жабатын құралымен жауып шықтық. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Осылай барлығын жинап, жылылай бір суткіге орап қоямыз. Ішіндегі тұз бұрышы барлығы сіңу үшін. Ас болсын.